Нағыз әлі жинамаған ба үйді? Айлин, неғып жинамағансың бар жердің бардағын шығарып? Жоқ, мен жинамайм. Енді кім жинайды? Мен қазір Дамеляны ұйықтатып келгенше жинап қойғын. Мен келіп тексерем. Айым, сен де көмектес общение. Хорошо? Жинағым келмейді. Айлин, жинағың келмей тұрма. Сен кімсің? Мен сенің ақылды үйіңмін. Ақылды үй? Я, қаласаң мен сен үшін үйіңді жинап беремін. Мақұл, онда бөлмені жина. Жарайды. Енді телевизор көрсетші. Телевизор қосып берейін ба? Сендердің мамаларың рұқсат етпейді ғой. Қоя бер. Жарайды. Не қояйын? Трен. Жарайды. Қазір қосып беремін. Айлин, мен саған үйді жина дедім ғой. Жинап қойдың ба? Қалай сен бәрін тап-таза қылып жинадың? Қалай қостың сен телевизорды? Солай? Үй қосты. Кім қосты? Үй қосты. Қалай сонда үй қосады? Қалай сонда үй телевизорды қосады? Мама, мынау қазір аш десе, ашады. Мынаны ма? Я? Ал айтшы. Терезені ашы. Мә, балдар, шынымен ғой мынау. Мына светтерді өшірші. Айлина, бірақ ол бірдеңені істей алмайды. Давай оған қиын заданиялар береміз. Давай. Я. Дорожный перші. Мен тек үйдегі нәрселерді істеймін. Мен сыртқа шыға алмаймын. Білесің ба, ол біздің жоғалған затымызды таба алмайды. Айтып көреміз ба? Сен қандай жоғалған затың бар? Бәмінде. Браслет? Я. Соны жоғалтып алдың ба? Ақылды үй? Оу! Біздің Айым мен Айлинаның бір ойнайтын браслеті бар. Соны тауып берші. Жарайды. Табамыз дейді. Ол диванның астында. Шынымен ба? Қазір көреміз. Көреміз. Көрейікші. Саға! Жоғалған затты енді Айлин іздемейтін болдық. Ол бізге енді айтты ғой, мына жерде деп. Ол әкеп бере алмайды. Біздің қасымызға әкеп бере алмайды. Давай сұрап көреміз. Су әкеп берші. Жарайды. Істейді екен. Қара. Су әкеп берді саған. Бізге шы? Мынау бәрін істейді екен. Бәрі айтқандарымызды істеп жатыр. Тағы не істесек болады? Қиындатайықшы заданиясын. Давай. Не айтамыз оған? Мынаны точно ол істей алмайды. Сен мен қазір айтқан заданияны точно таппайсың. Қандай тапсырма? Айлин, мен ана телевизордың қасындағы аю бар ғой. Ана аюша. Соны мен айтатын болам оған. Жарай ма? Сен мен ойлап, осы бөлмеде бір затты мен ойлап тұрмын. Сол затты сен табуың керексің. Менің ойымдағы затты табуың керексің. Жарайды. Сен ойлап тұрған зат, ол телевизордың қасындағы аю. Қалай? Сонда сен біздің ойымызды да білесің ба? Я, әрине. Или сен Айлинаға айтып қойғанын естіп қойдың ау? Давай мен Айлинаға айтпаймын онда. Тағы бір затты ойлап тұрмын, соны тап. Сен ойлап тұрған зат, ол
ролики. Қалай білдің? Мен ақылды үймін. Тіпті сендердің ойларыңды да білемін. Мәссаған. Айлина, енді не істейміз? Онда бұл барлығын істей алады ғой, а? Бәрін көреді ғой, ішіп ойымызды да біледі ғой. Бірақ далаға шыға алмайды, иә? Я, енді бұл үй ғой. Не істеп жатсыңдар? Мынау не мынау? Не алып шаштыңдар? Кім шашты мынаны? Айым, неге шашасың? Айлина? Айым. Сонымен қайсысын шаштыңдар? Сен или сен? Әкелді, онда бұл әкелемайды. Айым? Айым, қашан қоясың осы әдетіңді? Всегда әкеп жырта бересің бумагаларды. Мынау ма? Анау. Бізде ше ақылды үй бар ғой. Давай содан сұраймын. Жоқ. Қазір білеміз. Ақылды үй, бізге айтшы, қайсы біреу мына бумаганы әкеліп шашты мына жерге? Айлина әкелді. Шашты. Айлина келді дейді Айлина. Сен екенсің ғой, мен баяғыдан нағызды ұрсамын. Сонда сен екенсің ғой бұның бәрін білдіретін. Жақсы болды, біздің үйде ақылды үй болғаны. Бәрін айтып береді. Енді ешкім ештеңе бізден жасыра алмайды. Ағалар, жинайсашы, соған айта саламыз ғой, жинап береді. Жинайсашы. Ақылды үй. Ақылды үй. Ақылды үй, қайдасың? Жоқ, қалды ма? Я, мәссаған, енді өзіміз істейміз ба бәрін? Ол жоқ, балдар, ақылды үй кетіп қалды бізден. Ақылды үй, светті өшірші. Істемей қалды. Не болды оған? Жарайды, баяғыдай жасай береміз енді, я. Ренжіп қалды ма? Ренжіп қалды? Мүмкін. Подписаться етіңдер. Подписаться етіңдер. Біз 1000 подписчикке жиналайық. Я. Біз керемет видео істейміз ертең. Еще 1000 подписчикке жиналсақ, біз Айлинаның айтқанын орындаймыз. Давайте, балдар. Подписаться етіңдер.